Быт әлгілер қонақтау білмейді. 100 тауық алам, жаз бойы жұмыртқасын сатам, күзде соям да ет қып сатып жүрем деп. Ассалаумағалейкум. Бүгін біз тауық жайында сөйлесетін боламыз. Өзбекстанның президенті. 100 tavuk en kamida 50 tuxum beradi. Осылай сөз сөйледі. Qishloqda yashagan hamma xonadon umuman respublika bo'yicha 100 tadan tovuq boqishi majbur. 100 ta tovuq en kamida 50 tuxum beradi. 10 tasini o'zi yeb, agar har kuni 40 tadan tuxum sotsa ham kam ta'minlangan oila bo'lmaydi o'zi. Енді ол баяғыда болған нәрсе. Және мен де баяғыда тауық ұстағаным туралы айтып кетейін. Мінекей алғашқы фотолары, видеолары. Келгенде уже нетті бір 10 минут болды ма, 15 минут болды ма келгенімізге. Мынау орын. Тауықтарым уже жұмыртқа жатыр. Мінекей жұмыртқа жатыр. Түрлері жаман болса да. Иә. Көріп тұрғандарыңыздай осылай қалдық. Сол кезде осы ғана видео түсіремін деген ой болған жоқ қой. Біз әрбір осындай тауықтар ғой. Легорн, мына жерден түрі әдемі көрсетіліп тұр. Осындай легорн деген тауықтарды алдық. 1000 теңгеден алдым мен ол кезде. 100 тауық алдым. Әкелген кезде әлгі жұмыртқалар уже әкеліп жатқан кезде, әкелген ыдыстарында жұмыртқалар болып, сол жұмыртқаларды қалдырып кеттім. Мінекей тағы да фотосы. О деп қуанып бәлгілерді алып алдым, алып бермеген 101-ін қалдырып кетті ғой, 101 штук. Оларды әкелді, олар өз түрлері нашар, андай бычыт. Мына жерде көрсетеді. Мына менің видеом емес. Сөйтіп түрлері бычыт, әлгілер қонақтау білмейді. Бір кезде жұмыртқа тауып бастады, олар ақырындап бастады. 40 тапты, сосын жай бір күндері 47 тапқан кездері болды, бірақ бір аптадай ғана болды. Бір аптадан кейін уже олар күрт төмендей бастады жұмыртқалаулары. 17, 5 тапты. Сөйтіп кете берді да, мен ана адамдарға звондаймын, мен не болды десем, олар айтады, олар жаңа жерге барды, стресс, қазір кішкенеден кейін нормально болады деп, сосын жарайды деп алып, тамағын дұрыстап, әлгі ракушка дейме, витамин дейме, бәрін алып, оған қаншама ақша кетті. Сөйтіп жүрдім, бірақ жақсармады жағдай. Түрлері тоже осындай болды енді. Битік әлгілер. Жүнжіп кеткен, қауырсындары шығып кеткен, бычыт болып. Оказывается, бұлар өзі ең күшті табатын кездері 1 жылға дейін ғана жақсы табады екен жұмыртқаны. 1 жылдан кейін уже әлгі 1 жыл, 1,5 жылға максимум сол кезде жақсы табады да, содан кейін уже сөйтіп арзанға бере салады екен. Мінекей мен көрсетемін, OLX-та Астанада, примерно Петропавлда қанша тұратын, бірақ бір жақсысы, мен оңтүстікте ондай таппадым. Оңтүстікте, Түркістан облысы, Алматы, Талдықорған жақтарда 1-2 болды, но Түркістан облысында вообще болған жоқ. Ризамын негізі. Бізде мынау солтүстік Қазақстан өңірлерінде, осы Астана төңірегінде ондайлар көп. Сөйтіп өзі, олар таппайды емес, тапады, бірақ уже өзінікін ақтамайды олар. Сөйтіп ойладым ғой, мен басында былай деп ойлағам, 100 тауық алам, жаз бойы жұмыртқасын сатам, күзде соям да ет қып сатып жүрем деп. Иә, ет қылдым, бірақ күзде емес, 1 айдан кейін сразу сойып бастадым. Бірақ әлгілердің сояйын десең, әлгінің еті жоқ қой, мынандай. Арық сүйек, еті кішкене бар, бірақ андай қатты сіңір ғой. Дейсіңді жол алмайсың, әлгі күшің жетпейді. Шайнайын десең, білмеймін, анау қанша. Бір шайнағанды 1-2 минут шайнап отыру керек шығарсың, бір кішкентай болса. Сөйтіп не істерімді білмедім. Сөйтіп кіргенім бар қораға бір. Соған 100 000 кетті тауыққа. Перевозкасы тегін өздері әкеп берді. Сосын бір 20 000-дай бәлкім сол витаминіне андай-мындайға кеткен шығар. Сонымен бір 20 000 ақтамады ау. Мен білем, бір 7 000-дай ма сондай пайда түсті. Нормально болды негізі. Сөйтіп бір түсіп қойны бар. Может, 12 000 делік даже. Не болса да 100 000-нан артық кіріп кеттім оларға. Сондықтан егер де алсаңыздар, қарадым да, бұндай легорндар 6 000-нан жоғары басталады бағалары. Жаңағы 4,5-5 айында, 5 айлықтарынан алсаңыздар нормально болады. 4 айлық, 5 айлық. 4,5 айынан бастап жұмыртқалай бастайды екен, бірақ ұсақ болады.
примерно бір 6 ай болған кезде уже кәдімгідей нормальный жұмыртқалар тауып беріп отырады ғой сіздерге. Сондықтан егер бірден жұмыртқалайтын тауық керек болса 6 айлықтарынан алыңыздар. Үлкен кәрі 1 жылдықтар керек емес. 6 айлығын алып 1 жыл ұстасаңыздар, сол бітті, одан солай ғана ұстайсыздар. Басқаша пайда болмайды. Немесе сөйтіп балапан кезінен өсіресіздер, сосын сөйтіп 1 жыл ұстасаңыздар тоже. Сол, енді тыңдағандарыңызға рахмет. Осы енді мен қалай істеу керек екенін білмеймін, потому что мен де результат болған жоқ, но зато мен өзім қалай істемеу керек екенін бөлісіп жатырмын. Лайк қойып кетіңіздер. Ол да бір опыт қой сіздер. Зато енді қалай істемеу керек екенін білесіздер. Соны істемесеңіздер, сіздерге тоже бір кішкене болсын пайдасы тиер. Лайк басыңыздар міндетті түрде. Енді сіздер қалай деп ойлайсыздар? Комментарий жазыңыздар. Қандай, не ұстаған дұрыс, немен айналысқан дұрыс? Жақсы. Амандық саулықта кездесейік. Подписка жасауды ұмытпаңыздар. Подписка обязательно.